Кейде кейбір адамдар жәннаттың барына сенбейтіндер бар әрине. Әкесінің белінде жатқан балаға анаңның құрсағына барасың, онда мынандай жақсырақ болады десе, оны көрген жоқ, ол сенбейді. Анасының ішінде жатқан балаға айтса, мына жарық дүниеге шығасың, керемет нәрсе, тау бар, өзен бар, көл бар десе, оны сенбейді, өйткені көрген жоқ. Ал мынау дүниеде өмір сүріп жатқан адамдарға айтса, жәннат деген бір керемет жай бар десе, біреулер бір как будто ертеге естіп отырған сияқты сенбейтіндер бар да. Бірақ енді бұл ішіндегі өлеңдер, қазір өлең оқып берейін деп отырмын, жәннатқа барсақ деген. Сол енді көбінесе осы аятқа хадистен алынған нәрсе ғой, өздеріңізге таныс, соны айтайын деп отырмын. Жәннатқа барсақ, бәріміз құрдас боламыз. Сағынып тұрар бір-бірін шын дос боламыз. Шаттықтан бар жұрт мақтадай қалатын болады. Қан өмір сүрсе де еш адам жалықпайтын болады. Күйбең тірлікпен күйік өтіп торықпайтын болады. Ит тістеп жылан шағады деп қорықпайтын болады. Жалақы қашан тиет деп зарықпайтын болады. Жұмыстан қысқарып қалам деп қамықпайтын болады. Өсем деп онда ешкімге пара бермейсің. Жермен үй сұрап әкімге бара бермейсің. Кигеніміз жібек, ыдысымыз алтыннан болады. Ыстық суықсыз ауа райы салқыннан болады. Ләззаттан балқып, бақыттан балбырайтын боламыз. Көркіміз күнде нұрланып, албырайтын боламыз. О жақта бүгін көргенің ертең болмайды. Бұ жақта ешкім ондағыдай көркем болмайды. Жақпайтын тамақ жеп онда ішің ауырмайды. Халуадан асап жесең де тісің ауырмайды. Мың жүзім дәмі бір-біріне ұқсамайтын болады. Мезетіп адамдар бір-бірін қыстамайтын болады. Жанұяның ойлап жағдайын жасып жүрмейсің. Қарызданып қалып біреуге қашып жүрмейсің. Ондағы өмір ешқандай сынақ болмайды. Не істедің, неге өйттің деп сұрақ қалмайды. Ондағы шаттық жалауы құлап қалмайды. Шайтан жоқ онда, бөгдәйел ұнап қалмайды. Бұлақтар, көлдер, өзендер шырын бал болады. Бұлбұлдар әні сүйкімді шырылдар болады. Әйелің сені әр қыздан қызғанбайтын болады. Кешкісен қайда болдың деп сызданбайтын болады. Құштарлық толы кеуделер көмбірлейтін болады. Іштарлық жайлы адамдар дым білмейтін болады. Ол үшін бүгін тазалап ойларымызды, күнәдан аулақ ұстайық бойларымызды, үйлендіріп әрбір салт басты бойдағымызды, адал аспенен тойлайық тойларымызды, ұмытып кетіп қайдағы жайдағымызды, жайбарақат жұрт болайық жайдары жүзді. Ықыласымызды арттырып, амалдарымызды, көбірек басып мешітке қадамдарымызды, жақсыға үндеп дос бауыр жарандарымызды, жомарттыққа шақырып сараңдарымызды, тірлікте тайған ақтатпай табандарымызды, түзейік оймен тілдегі жамандарымызды. Жәннатқа барсақ, мен саған қарыздармын Алла, жырғалтып жорға мінгізгенің үшін, ырғалтып жарды сүйгізгенің үшін, алшаңда басып жүргізгенің үшін, алшыдан қалпақ кигізгенің үшін, гауһардан қымбат көз бергенің үшін, алқалы топта сөз бергенің үшін, иманды досқа кез келгенім үшін, нұрланып жаным өзгергенім үшін, мен саған қарыздармын. Жеті қат көкті төбеме шатыр еткенің үшін, әр гүлін дархан даламның әтір еткенің үшін, жер үсті маған жайлаған тұрақ қылғаның үшін, күн көзім маған жайлаған шырақ қылғаның үшін, өзіңді таныр жүрекпен сана бергенің үшін, негізгі тамыр бауыр мен бала бергенің үшін, мен саған қарыздармын. Күзің мен қысың, жаз бенен көктемің үшін, іздеген кісім арман боп жеткенім үшін, атамды менің адам қып жаратқаның үшін, жаһанға бізді жұрт қылып таратқаның үшін, мұхитпен көкті біздерге жол өткенің үшін, мейіріміңді мейлінше мол еткенің үшін, мен саған қарыздармын. Бағынам Алла, табынам, сағынам Алла, құлшылықтарын қолыңның қабыл ала Алла. Дінсіз кетті бір ағам, дінсіз кетті. Бір рет азан шақырмай, үнсіз кетті. Түртінектеп жүрді де тіршілікте, ақыретін ойламай, мұңсыз кетті. Бәлкім көшпес көңілден, көзден кетті. Жұрт айтқан жылы жұмсақ сөзбен кетті. Атақ абырой, мал мүлік жинап еді. Бәрі қалып, қос құлаш бөзбен кетті. Жаяу кетті, көлігім мінбей кетті. Медалінің бірінде ілмей кетті. Мүңкір нәңкір қоятын үш сұрақтың ең болмаса біреуін білмей кетті. Алтын басын Аллаға имей кетті. Шариғаттың шарттарын сүймей кетті. Тым болмаса жұмада Раббысы үшін жай намазға маңдайы тимей кетті. Бұйрығына Тәңірдің көнбей кетті. Көрден соңғы өмірге сенбей кетті. Көкірегінен Дарвин мен Ленин жаққан атеистік алауы сөнбей кетті. Күліп келген күнәдан қашпай кетті. Молда айтқан сөзге құлақ аспай кетті. Қос дүниелік бақытпен қауыштырар
Kur'an-ı Kerim paragın aşpay getdi. Jürегine singirmey iman nurun, igiliksiz gılımdan jigan bilim terisinde terk etken ayatlarda jatır oğan bağışlap iman bugün ne payda?